Apollo 12. Пит Коннорд командир, Ричард Гордон командалық модуль ұшқышы, Алан Бин ай модуль ұшқышы. Он 4 қараша 1969 жыл. Ұшудың алғашқы минутында Apollo 12-ге 2 рет найзағай соғылды. Бақытқа орай, ұшуды басқарушы Джон Арон ұшу симуляциясы кезінде осындай ерекше жағдайды көрген еді. SCE сигналды дайындау жабдығы атты жүйенің қатесі қайта жүктеумен түзетілген. FCE to auxiliary. Apollo 12 Houston, try to reset your fuel cells now. Okay, I have a good GDC and Al has got the fuel cells back on and we'll be working on our AC buses. Автоматты бағыттау Apollo 12-ні дауылдар мұхитындағы нысанаға жеткізді. Конрад пен Бин Интерприт ай модулін Surveyor 3 ғарыш аппаратынан небәрі 200 метр жерге дәл қондырды. Пит Конрад пен Алан Бин 2 күнге 2 рет ай бетіне түсті. Олар ай жынысы үлгілері мен айдағы мүмкін әсерін зерттеуге Surveyor 3-тің бөлшектерін алды және алғашқы алсеп ғылыми приборлар жиынтығын орнатты. Оның мақсаты ай сілкінісін, иондарды, магнит өрісін, күн желін және ай тозаңын зерттеу. Ұшу сатысы айға соғылу үшін қайта тасталды. НАСА алғаш рет айдағы сейсмикалық белсенділікті бақылады. Кей сигналдар сағатқа созылып сейсмологтарды таң қалдырды. 24 қарашада экипаж капсуласы суға қонды. 1 жылға есептелген алсеп 8 жыл бойы деректер жіберіп тұрды. Ай жынысы үлгілері әлі күнге зерттелуде.